Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай қамыры қатпарлы, үгітілмелі, өте дәмді игурский самса дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Мұнда менде ұн, үстіне жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап араластырып алып, ендігі сұйық салмасын дайындаймыз. Мұнда менде қаймақ, салқын қаймақ, салқын су, және де мұнда бізде сары уызымыз, тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, осы ұнымыздың үстіне салып, барлығын біріктіріп, илеп, жұмсақ қамыр дайындап алатын боламыз. Мұны біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды холодильникке 40 минутқа салып алатын боламыз. Мұны менде 40 минут холодильникте тұрды. Енді осы қамырымызды теңдей екіге бөліп алатын боламыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жаю үшін бізге мұнда көп ұнды қолданбаймыз. Мұнда менде 50 грамм ұн, 50 грамм жүгері крахмалын араластырып, осы қамырымызды жаятын боламыз. Осылай аз-аздан сеуіп, қамырымызды толықтай жұқалап, қатты жұқада емес, қалың емес, орташа қалыңдықта осылай біз жайып аламыз қамырымызды. Мұны толықтай жайып шықтым. Ендігі мына бөлме температурасына еріп тұрған сары майымызды толықтай осылай қолымызбен барлық жеріне тегізіп жайып шығатын боламыз. Ендігі үстіне банаға ұнымыздан осылай сеуіп шығамыз. Бұл бізге қамырдың арасына қатпарлы болып тұру үшін қажет. Енді осы қамырымызды осылай арасына ауа жібермей тығыздап осылай орап шығатын боламыз барлығын. Мұны біздер орап шықтық. Енді осы қамырымызды дөңгелектеп осылай салып аламыз. Екінші қамырымызды дәл солай жайып, майымызды жағып, осылай орап, екі қамырымызды бетін жауып, морозильникке 30 минутқа қойып алатын боламыз. Мұны біз енді салмасын дайындаймыз. Мұнда менде тауық фаршын қолдандым. Мұнда менде картоп салып, және де пиязымызды, тұз бұрышымызды, дәмдеуіштерімізді салып, барлығын жақсылап араластырып, салмамызды дайындап аламыз. Ендігі мына қамырымызды алдық. Осы қамырымызды ендігі кесіп алатын боламыз. Мен өлшеймін. 35 граммнан 40 граммнан қалауынша кесіп алсаңыздар болады. Барлығын осылай өлшеп кесіп аламыз. Осылай қамырымызды дайындап, арасын осылай ашып, қатпарлықтарын көрінетіндей қылып, осылай дайындап аламыз. Ендігі осы қамырларымызды, кесіп алған қамырларымызды барлығын холодильникке салып қоятын боламыз. Себебі біздің арасында майларымыз еріп кетуі мүмкін. Бір-бірден алып, самсамызды түйетін боламыз. Мұны қамырымызды жайып, ұнымызды аз-аздан сеуіп, мұны ендігі салмасында салып өлшеуге де болады. Көзбен де өлшесеңіздер де болады. Ендігі самсамызды түйетін боламыз. Жан-жақтарын осылай бекітіп шеттерін жақсылап бекітіп аламыз. Және осылай астан үстіне қарай осылай қысыңқырап, самсамызды осылай түйіп шығатын боламыз. Екінші рет көрсетіп жіберейін. Тап видеодағыдай істесеңіз, сіздерде өте әдемі болып шығатын болады. Осылай бүгіп қысыңқырайтын боламыз, ашып кетпес үшін. Мұны барлығын осылай түйіп алдық. Ендігі осылай мұнда сары уызымызбен үстіне жарты ас қасық сүтімізді салып, жақсылап араластырып, осы самсамыздың бетіне жағып шығамыз толықтай. Осы самсамызды 180 градуста жарты сағатта пісіріп алатын боламыз. Мұны біздің игурский самсамыз дайын болды. Өте қамыры қатпарлы, жұмсақ, үгітілмелі, өте дәмді самсамыз дайын болды. Міндетті жасап көріңіздер. Сіздермен болған Рима. Баршаңызға рахмет.